Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге кисло-сладкий соус пен баклажан салатын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып және құрбыларыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Алдымен салатымыздың қоспасын дайындап аламыз. Баклажанның сыртқы қабығын ашимыз. 2-ге немесе 3-ге бөліп, осылай кубиктап турап аламыз. Өте майда емес, орташа мөлшерде турап алыңыздар. Бөлек ыдысымызға салып аламыз. Тұз салып, араластырып, 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан кейін тұз сіңіп, су шығады. Сол кезде осылай бумажный полотенцені жайып, баклажанымызды суынан сорғытып аламыз. Үстінен де осылай бумажный полотенцемен суын құрғатып сүртіп алыңыздар. Құрғатып алған баклажанымызды бөлек ыдысқа салып, үстіне кукурузный крахмал қосамыз және осылай сілкіп араластырамыз. Енді қызып тұрған майымызға баклажандарды қызартып қуырып аламыз. Помидорымызды да баклажанның көлемінде етіп, кубиктап турап аламыз. Дайындап қойған тарелкамызға помидорларымызды саламыз. Үстінен аздап тұз сеуіп шығамыз. Келесі көк шөптерімізді тураймыз. Менде укроп пен петрушка мында. Көк шөптерімізді помидордың бетіне сеуіп шығамыз. Келесі қуырып алған баклажандарымызды үстіне саламыз. Үстіне кисло-сладкий соусымызды құйып шығамыз. Оны кез келген дүкеннен сатып ала аласыздар. Содан кейін творожный сырды әр жерінен осылай құйып шығамыз. Болмаса қасықпен қойсаңыздар да болады. Және үстіне кунжуттың дәнін сеуіп шықтым. Оны сеппесеңіздер де болады. Және соңында бетіне рукколамызды қоямыз. Міне салатымыз дайын болды. Өте дәмді салат жасап көріңіздер. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдыда әлі де неше түрлі салаттың рецепттерін салатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен болған меруерт ас болсын.